бірінші кезекте оқу керек. Құран сөзінің өзі оқу түбірінен шығады. Қара, мысалы, Құран. Соны көрдіңіз бе? Содан кейінгі дұрыс кейбір діни әдебиеттерде жаратылыстың ішіндегі алғашқы жаратылғандардың бірі қалам дейді. Мысалы, жазу. Құранда түсті дер кезінде жазылды, хатқа түсті. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жанында жазу сызу білген сахабалар оны хатқа түсірді. Бұл біріншіден жазу, еске сақтау бар, және жеке тұлғаның есінде сақтауы бар, және ғылымның сақталуы бар. Көрдіңіз бе? Құран өйткені бізге екі жолмен жеткен. Ауыздан ауызға жетті, жадыларда жатталды, және мұсхафтарда жазылды. Тек қана бір жолмен емес. Бәлкім бұрынғы кітаптар, Інжіл, Тәурат бір ғана жолмен болғаннан кейін өзгеріске ұшырады. Олар ауыздан ауызға ғана жетіп отырды. Кейін ұзақ мерзімнен кейін барып хатқа түсе бастады. Ал Құран түскен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол кезде, сол мезетте сахабаларына жаздырып отырған. Сондықтан жазу ол дініміздің сақталуы, Құран хадистің сақталуының бірден бір кепілі. Екінші, білімнің жадыларда жатталуына да өте маңызды құрал. Қалам дейтін арнайы сүре бар. Нун сүресін қалам сүресі деп айтады.